Бәріңізге сәлем, менің құрметті көрермендерім. YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге начинкасына финики мен грек жаңғағы қосылып жасалатын осындай пирог дайындаймыз. Ең бірінші қамырын дайындаймыз. Ол үшін жұмсақ бөлме температурасында сары майымызға қант ұнтағын саламыз. Жұмыртқа, мына жерде менде бір жұмыртқа және бір жылтық. Бір жұмыртқаның ағын алып қоямыз. Осының үстіне енді ұн мен разрыхительді саламыз да жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз кішкене қолға жабысып тұр, сондықтан арасында ұн сеуіп тұрып, қолға жабыспағанша қамырды илейміз. Осындай әдемі жұмсақ қамыр болады. Осының 130 грамын алып қаламын мен бетіне. Сөйтіп қалғанын жаңағы ыдысымызға төсейміз, жайып. Форманың диаметрі менде 26 сантиметр, астын майлаған жоқ, ештеңе істеген жоқ. Өйткені бізде тесто песочный болғаннан кейін ол өзі так жабыспайды. Енді осының барлығын келтіріп, шетін әдемелеп формасын келтіріп шығамыз. Міне осындай болды. Енді осыны вилкамен тесіп шығамыз. Начинкасына менде мына жерде жуылып, тазаланып дәнегімен. Содан кейін мясорубкадан өткізілген жұмсақ финики. Енді мен мясорубкадан өткіздім, сол ыңғайлы деп. Сосын тоже грецкий орехты да мясорубкадан өткіздім, осы финикидің артынан. Еміне бағанағы алып қалған бір жұмыртқаның белогы. Осы үшеуін жақсылап араластырамыз да, сонымен біздің начинкамыз дайын болады. Енді осыған тегістеп барлығын жайып шығамыз. Содан кейін бағанағы алып қалған 130 грамм қамырды бетіне өзіміз по желанию любой узорды келтіріп қойып шығамыз.
мынандай гүл сияқты форманы жасағаннан кейін де менде қамыр артық қалды. Енді осыны домалақтап шеттеріне қойып шығам, әр жеріне. Негізі кейін ойландым, можно было жаңағы мынандай гүлді бір-біріне жақындастырып, полный бетін жауып шығуға да болады екен. Осылай жасап болғаннан кейін бұл пирогты 160 градуста мен конвекция режимінде примерно 30-35 минутта пісіріп алдым. Кішкене түрі золотисты болғанша. Содан кейін толық суығаннан кейін барып, жаңағы сахарный пудрасын сеуіп, кесесіздер ғой. Мен асығыс болғаннан кейін бұны сразу суытып кесе салдым. Негізінде піскеннен кейін суытып, сосын холодильникке қойып, бір түн тұрса, ертесіне жесеңіздер, негізі песочный тесто мен анау начинка бір-біріне сіңіп, одан да күшті жұмсарады тесто. Бұны негіз бөлме температурасында жылытып солай холодильниктен ала салып жеуге болмайды, өйткені май болады ғой құрамында, сондықтан ол қатты болып тұрады. Бұл пирогты мен өзімде бірінші рет жасадым. Маған ұнады, тем более қантсыз болғаннан кейін начинкасы. Бұйыртса сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Видеома ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар және каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.